Бірінші топ – сілтілік металдар тобы. Барлық сілтілік металл атомдарының сыртқы энергетикалық деңгейінде жалғыз NS электрон болады. Химиялық және физикалық қасиеттері бойынша сілтілік металдар өте ұқсас болып келеді. Олардың барлығы тығыздықтары төмен, жұмсақ металдар. Сілтілік металдардың реакцияға түсу қабілеті өте жоғары. Мысалы, олар сумен әрекеттесіп, нәтижесінде сутек бөлінеді. 17-ші топта галогендер деген атпен белгілі элементтер орналасқан. Галогендердің электрондық конфигурациясы NS2, NP5, олардың 7 валенттік электроны бар екені көрсетеді. Барлық галогендер 2 атомды молекулалардан тұратын белсенді бейметалдар. Олардың болары белгілі бір түске ие. Бөлме температурасында фтор мен хлор газдар, бром сұйықтық, ал иод қатты зат болып табылады. Олар металдар мен иондық қосылыстар түзеді. Галогендер мен сутек арасындағы реакция нәтижесінде HX түріндегі ковалентті сутек галогениттері түзіледі. 18-ші топта орналасқан элементтер асыл газдар немесе инертті газдар ретінде белгілі. Олардың қатарына гелий, неон, аргон, криптон, ксенон және радиоактивті радон жатады. Бұл элементтердің сыртқы энергетикалық деңгейлері толтырылған. Гелий атомның сыртқы деңгейінде тұрақты жұп құратын 2,1s электроны бар. Топтағы өзге элементтердің атомдарының электрондық конфигурациясы NS2, NP6. Бұл өте тұрақты октет. Асыл газдар химиялық инертті және дара атомдар түрінде кездеседі. Олардың құрылымына электронды қосу немесе одан электронды бөліп алу іс жүзінде мүмкін емес десе де болады. Асыл газдар қыздыру шамдарын толтыруға арналған инертті газдар ретінде қолданылады. Бір периодта орналасқан элементтер арасында ортақ сипат бар ма? Бұл сұраққа элементтердің периодтық кестесін пайдаланып, жауап беріп көрейік. Атомдық нөмірі 1-ге тең сутек атомына көз салыңыз. Оның 1 электроны мен 1 электрондық қабаты бар. Бұл периодтың өзге элементі гелий. Гелийдің атомдық нөмірі 2-ге тең және оның 2 электроны да 1 электрондық қабатта орналасқан. Екінші периодтың бірінші элементі литий. Оның 2 электрондық қабатта орналасқан 3 электроны бар. Екінші периодтың келесі элементтерінде де 2 электрондық қабат бар екеніне назар аударыңыз. Әр жаңа электрондар 8 электрон сиятын екінші электрондық қабатқа қосыла береді. Бұл неон жағдайындағыдай екінші қабат толғанша жалғасады. Осы заңдылықты барлық периодтық кестеден көруге болады. Енді үшінші периодтың кез келген элементін, мысалы магнийді қарастырайық. Магний атомында 12 электрон бар. Бірінші ішкі электрондық қабатта 2 электрон, екіншісінде 8, ал үшіншісінде 2 электрон орналасады. Сәйкесінше магний атомында 3 электронды қабат болады. Бұл берілген элемент атомындағы электронды қабаттар саны элемент орналасқан периодтың нөміріне тең екенін білдіреді. Бром 35-ші элемент. Ол 4-ші периодта орналасқан P элемент болғандықтан, оның 4 энергетикалық деңгейлері және жартылай толтырылған P деңгейшесі бар. Ол P элементтердің 5-ші бағанында орналасқандықтан, оның 5-4P электроны болады. Бром негізгі 17-ші топта орналасқан, сондықтан оның валенттік электрондық конфигурациясы 4s2, 4p5. Әрбір электрон мүмкіндігінше ең аз энергияға ие болатын электрондық конфигурация. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Кез келген элементтің электрондық конфигурациясын шаршы жақшаның ішіне. Берілген элементке дейінгі асыл газдың таңбасын жазып, электрондық конфигурациясының қалған бөлігін тіркеп жазу арқылы да өрнектеуге болады. Аргон периодтық кестеде бромға дейін орналасқан асыл газ және оның электрондық конфигурациясы келесідей. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Бір топта орналасқан барлық элементтердің валенттік электрондар саны, яғни химиялық байланыс түзуге қатысатын электрондар саны бірдей болады. Негізгі топ элементтері үшін валенттік электрондар саны топ нөмірі бойынша анықталады.
Бірінші және екінші топ элементтері үшін ол топ нөміріне тең. 13-ден 18-ші топқа дейінгі топтарда орналасқан элементтер үшін валенттік электрондар саны топ нөмірі азайтылған 10-ға тең болады. Периодтық кестедегі элементтің орны оның электрондық конфигурациясын анықтайды және керісінше. Мысалы, күкірт периодтық кестедегі 16-шы элемент. Ол 3-ші периодта орналасқан P элемент. Сондықтан оның 3 энергетикалық деңгейлері және жартылай толтырылған P деңгейшесі бар. Ол P элементтердің ішінде 4-ші орында орналасқандықтан, оның 4-3P электроны бар. Осылайша, күкірттің электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Периодтық кестенің әрбір горизонталь жолы бірінші топтың белсенді металынан басталып, инертті газбен аяқталады. Алайда газ күйіндегі екі элемент сутек пен гелийден тұратын бірінші период және жетінші период. Бұл заңдылыққа бағынбайды. Қасиеттері бір-бірінен мүлдем өзгеше элементтер арасында қасиеттері біртіндеп өзгеретін бірнеше элементтер бар. Олардың қасиеттері атомдық нөмірдің артуымен жайлап өзгереді. Натрийден басталып аргонмен аяқталатын үшінші периодты қарастырайық. Периодтың алғашқы үш элементі натрий, магний және алюминий металдарға жатады. Келесі элемент кремний жартылай металл немесе жартылай өткізгіш деп аталады. Себебі оның электр өткізгіштігі жоғары емес. Келесі екі элемент фосфор мен күкірт бейметалл қатты заттар. Ал соңғы екеуі хлор мен аргон газдарға жатады. Период бойынша қасиеттердің ең маңызды өзгерістерін келесідей сипаттауға болады. Металл, жартылай металл, бейметалл. Периодтық кестеге қарап, берілген элементтің металл не бейметалл екенін оңай анықтауға болады. Периодтық кестені екі бөлікке бөлетін нақты сызық бар. Осы элемент топтарының әрбірінде ерекше қасиеттер бар. Барлық элементтердің 80%-ға жуығын құрайтын металдар сызықтың сол жағында, ал бейметалдар оң жағында орналасады. Ауыспалы элементтер тек металдардан тұрады, ал негізгі топтардағы металдар мен бейметалдардың шекарасы периодтың артуымен оңға қарай ығысады. Бірақ сызықтың сол жағында орналасқанымен бейметалл болып саналатын бір элемент бар. Ол сутек. Сызықтың бойында орналасқан кейбір элементтер металдар мен бейметалдардың арасындағы аралық қасиеттерге ие болады. Олар жартылай металдар деп аталады. Жартылай металдардың біріне кремний жатады. Кремний бейметалдарға тән мұрт сынғыш қасиеті бар қатты зат, бірақ ол металдар секілді электроөткізгіштік қасиетке де ие. Жартылай металдардың электроөткізгіштігі металдармен салыстырғанда аз болғандықтан, оларды жартылай өткізгіштер деп те атайды. Егер біз период бойынша солдан оңға қарай жылжысақ, әрбір элементтің ядролық заряды мен электрондар саны алдыңғы элементке қарағанда бірге артық болатынын көреміз. Жаңа электрон толықтай толтырылмаған энергетикалық деңгейшелердің біреуіне, нақтырақ айтсақ, энергиясы ең аз болатын деңгейшеге қосылады. Жаңа электронның қандай деңгейшеге қосылатынына байланысты элементтерді 4 үлкен топқа бөледі. Жаңа электрондар S деңгейшеге қосылатын элементтер S элементтер деп аталады. S элементтерге сутек, гелий, сілтілік металдар және сілтілік жер металдар жатады. P элементтерде жаңа электрондар NP деңгейшесін толтырады. Бұл топтағы элементтерге 13-ші, 14-ші, 15-ші, 16-ші, 17-ші және 18-ші топ элементтер жатады. D элементтердің қатарына N-1D деңгейшесін электрондармен біртіндеп толтыратын элементтер жатады. Оларға 3-ден 12-ге дейінгі топтардағы өтпелі элементтер деген атпен де белгілі элементтер жатады. Лантаноидтар мен актиноидтарда әрбір жаңа электрон N-2F деңгейшесін толтырады. Бұл элементтер F элементтерге жатады. Периодтық кестедегі көлденең қатарлар периодтар деп аталады. Периодтық кестеде элементтер атомдық нөмірлерінің өсу ретімен орналасқан. Бір периодта орналасқан элемент атомдарының энергетикалық деңгейлерінің саны бірдей болады. 1-ден 7-ге дейін нөмірленген период нөмірі атомдағы энергетикалық деңгейлердің санына тең. Мысалы, 3-ші периодтағы элементтердің барлығында натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор, күкірт, хлор және аргонда 3 энергетикалық деңгей болады.
Егер температура өте төмен болса, гелийден басқа барлық элементтер қатты зат күйінде болады. Алайда өте жоғары температураларда барлық элементтер газ күйінде болады. Периодтық кесте бөлме температурасында, яғни Цельсий бойынша 25 градус температурадағы барлық элементтердің агрегаттық күйлері туралы ақпарат береді. Сутектен басқа газ күйіндегі элементтердің барлығы периодтық кестенің оң жағында орналасқан. Олар азот, оттек, фтор, хлор және 18-ші топ элементтері. Бөлме температурасында екі элемент қана, металл сынап пен бейметалл бром сұйық күйінде кездеседі. Қалған элементтердің барлығы қатты зат күйінде болады.